Кешар құрметті телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасының тікелей эфирінде сұхбаттайым бағдарламасы. Студия телефоны 30-34-50. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы Ақтау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы. Ал менің және сіздің сауалдарыңызға жауап беретін Ақтау қаласының әкімі Серікбай Өтелгенұлы Тұрымов мырза. Енді қош келдіңіз. Бірінші сұрақ, Ақтау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды ма? Жалпы қайсы басым бағыттар бойынша қала әкімдігі қандай жұмыстар атқарды? Жалпы Ақтау қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы, енді біріншіден атап айтатын болсақ, біздің қаламыздың бас жоспары сәйкесті. Қаланың бас жоспары 2012 жылы Қазақстан Республикасы үкіметімен бекітілген. Солтүстік бағытқа қаламыз дамуда. Жалпы енді экономикалық әлеуметтік көрсеткіштеріміз өте жақсы деп айтуға болады. Біз енді биыл осы үстіміздегі жылдың 6 айында негізгі көрсеткіштеріміз бұл өндіріске қатысты, құрылыс көлеміне қатысты, оның ішінде мынау тұрғын үй көлемінің іске қосылуы. Енді өткен біз жылдарменен салыстырмалы түрде аламыз. Биылдың өзінде өндіріс көлемі 90 миллиард теңге көлемінде болып отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға жоғары. Бұндағы енді біздің осы қаладағы негізгі өндірістік мекемелердің атқарған жұмыстары, бұл енді біздегі мынау Маек Казатомпром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, біздің Ақтау қаласының теңіз порты, одан кейін мына Каззот жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, сонымен бірге енді қаламызға ертең үлкен үлес қосып отырған бұл еркін экономикалық аймақта орналасқан біздің мекемелеріміз. Одан кейін мына құрылыс жұмыстарын алатын болсақ, біз осы 6 айда 17 миллиард теңге көлемінде құрылыс жұмыстарын атқарып отырмыз. Бұл да өткен осы 6 ай көлемімен салыстырғанда өткен жылдың 2,8 миллиардқа жуық артық болып отыр. Енді тұрғын үй көлемі, бұл енді өздерің куә болып отырғандай, қаламызда біз тұрғын үй көлемі, тұрғын үй құрылысы өте қарқынды жүргізіліп отыр. Біз енді өткен жылдың аяғыменен есептейтін болсақ, 292 мың шаршы метр көлемінде жаңағы тұрғын үй кешенін тапсырдық. Біз осы 6 айда 196 шаршы метр жаңағы тұрғын үй көлемін іске қосып отырмыз. Өткен, яғни осы 6 ай көлеммен салыстырғанда 3 есеге жуық жоғары. Осының барлығы біздің қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен серпін беріп отырған, үлкен жаңағы жоғарылауына үлкен жаңағы негіз болып отырған негізгі көрсеткіштеріміз. Яғни енді жалпы біздің қала әкімдігіменен осы мына инфрақұрылымды дамытуға, мына құрылыстың, тұрғын үй құрылысының жүруіне, мынау жаңа жүйелерді салуға барлық жұмыстарымыз өзінің жоспарына сәйкес рет-ретімен жүргізіп жатырмыз деп айтуға толық негіз бар. Түсінікті, жақсы. Енді мына шаһарға инвестиция тарту мәселесі де өзекті. Жалпы қазір қай елдің инвесторлары Ақтау қаласына қаржы құюға дайын және қай салаларға? Енді әрине бұл жерде инвестиция деген мақсат, бұл енді тікелей әрбір, мысалы, ол жеке адам болсын, ол компания болсын, ол шетелдік компания болсын, өзінің қаражатын салу, сол қаражатқа өндіріс көлемін ашу, я болмаса құрылыс жүргізу. Енді біріншіден біз өзіміздің жергілікті кәсіпкерлерді айта кететін болсақ, жаңағы мысалы тұрғын үй құрылысы өте қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан енді осы жерде де біздің жергілікті өзіміздің мына жеке кәсіпкерлердің, осы жердегі біздің тіркелген кәсіпорындардың салып атқан инвестиция көлемін атап айтуымыз керек. Мысалы жаңа тұрғын үй көлемін қостық деп отырмыз, өткен жылы 292 мың шаршы метр. Осының 70%-ын біздің мына жеке кәсіпкерлердің тікелей өзінің қаражатына салынған құрылыстар. Енді мына шетелдік компаниялар, өткен жылдың өзінде бізде мына Азерсун жаңағы қоймасы іске қосылды. Бұл біздің еркін экономикалық аймақта, біздің мына Әзербайжан бауырларымызбенен іске қосылған жаңағы құрылыс. Одан кейін мына Тенарес дейтін компания, мына біздің бұрғышыларға жаңағы құбырлар дайындайтын компания. Олар да өткен жылы іске қосты біздің мына еркін экономикалық аймақта. Енді осы жақыннан бері біз бірнеше компанияларменен жаңағы меморандумға қол қойдық. Бұның ішінде мынау жаңағы
Италия мемлекетінің жаңағы бір қаласы менен біз осы жақында мынау әріптестік жаңағы ретінде меморандумға қол қойдық. Осы жақында ағылшындардың компаниясы осы жерде үлкен құрылыс көлемін жүргіземіз деген осындай бір меморандумға қол қойдық. Және Қытай компаниясы менен мына жаңағы біздегі көше жарықтарын жаңағы соңғы свет диодный дейміз ғой, енді жаңағы үлкен үнемдеуге мүмкіндік беретін лампылар менен көше жарықтарын жарықтандыру үшін осындай меморандумға қол қойып, негізгі жұмыстар осы басталып отыр. Осының барлығы біздің қаламызға салынатын инвестиция деп есептейміз. Енді инвестиция көлемі жыл соңына дейін белгілі бір деңгейге шығады деген бізде үміт бар. Түсінікті. Серікбай Өтегеннің бірінші көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Сұрағыңыз қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Саламатсыз, мен Серікбай мырзаға сұрақ қойғым келеді. Шығыс үште Хостел дейтін гостиницаның қасындағы тұрғын үйлерге қазір кіреберістегі жол жоқ. Бірнеше рет арызда жазылды, ол енді или заезд жасау керек, или жол мәселесі қалай шешіледі екен? Иә, шығыс үш дейтін бізде тұрғын үй кешендері бар. Бұл жерде енді бірнеше тұрғын үй, бірнеше халықтар тұрады бұл жерде. Біздің негізгі бұл осы шығыс 1, шығыс 2, шығыс 3 дейтін осы тұрғын үй жаңағы массивтері. Осының кезең-кезеңіменен бізде жұмыстар жасалынып келе жатыр. Ішіне асфальттарын төсеу, тоғын жеткізу, газын жеткізу. Мысалы, шығыс 3-те жолдан да басқа бірнеше мәселелер бар. Оның ішінде жаңағы су жеткізу, кәріз жүйесін жеткізу, одан кейін барып жаңағы тоқ пен газбен толық қамтамасыз ету. Шығыс 3-те әлде де мәселе. Бірақ бұның барлығы бюджеттің көлеміне сәйкес, реті-ретімен жасақталған жобаға сәйкес шешілетін мәселелер. Енді біз мысалы осы жылы шығыс 2-ге асфальт жол салатын болып жоспарлағанбыз. Арнайы компаниясы белгіленіп, тиісті қаражаттар бөлінген. Бірақ енді бірінші кезекте кәріз жүйесі менен су жүйесі жүру керек. Егер біз қазір асфальт жол салып қоятын болсақ, одан кейін оны біз қайтадан бір уақыттан кейін қайтадан бұзып жатамыз, жаңа кесіп. Сондықтан осыны біз реті менен жүргізуді жоспарлап отырмыз. Жаңағы сұрақ беріп отқан азаматтың қойып отқан сұрағы орынды. Біз енді белгілі бір жерге жеткізіп беру, мысалы 100 метр, 200 метр болса, ол мәселені шешуге толық мүмкіндік бар. Ал енді көшелерді толық асфальттауға қазір біз шығыс 3-те әлі жоспарлаған жоқпыз. Бұнан бірінші кезекте біз мына жүйелер жүргізіп алуымыз керек. Суды, кәрізді, тоқты, газды. Содан кейін барып жоспарлаймыз. Қалған жұмыстар енді уақыт еншісінде. Иә, уақыт реті-ретімен болады бұлар. Енді мына ел экономиканың негізгі дамуының драйвері ол жаңа кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Енді өзіңізге белгілі. Жалпы қазір қалада шағын және орта бизнес субъектілерінің тіркелген саны қанша? Жалпы бізде орта шағын кәсіпкерлік қазір тіркелген 34 мыңның үстінде. Бұл енді өте жақсы көрсеткіш. Ол жерде бізде қазір 69 мыңдай, 70 мыңдай адам жұмыс жасайды. Яғни біздің мына жұмысқа қабілетті адамдардың 63%-ын құрап отыр. Бұл дегеніміз енді біздің жеке шағын орта кәсіпкерлерімізде жаңағы субъектілердің өте қарқынды дамуында. Бұған енді негіз болып отырған бізде мемлекеттік бағдарламалар. Оның ішінде шағын несие беру, сосын екінші деңгейдегі банктерден жеңілдетілген несие беру, одан кейін біздің бизнестің жол картасы бағдарламасы, осының барлығы кәсіпкерлікті дамытуға үлкен жаңағы күш беріп отыр, серпін беріп отыр. Мысалы, өткен жылы бізде бизнестің жол картасы бойынша 39 компания біздің аймақтық үйлестіру комиссиясынан өтті. Яғни оларға жеңілдетілген, екінші деңгейде банктен жеңілдетілген несиелер берілді. Осы 6 айдың көлемінде бізде 27 кәсіпкер біздің аймақтық үйлестіру комиссиясынан өтіп отыр. Яғни олар да екінші деңгейдегі банктерден несие алады, оны біздің жаңағы осы мемлекеттік бағдарламаға сәйкес алған несиесінің үстіндегі пайызын жеңілдетеміз. Мысалы 14%-бен алса 7%-ын үкімет төлейді. Енді осының барлығы бізде қаладағы кәсіпкерлікте, шағын орта бизнесті дамытуға үлкен серпін беретін бағдарламалар. Түсінікті, енді WhatsApp желісі арқылы бір хабарлама келіп тұр. Енді бұл сұрақ емес, негізі Тұрымов мырзаға көп рахмет айтқым келеді дейді. Жаңаөзен қаласын көркейтіп кетті, жолдарын асфальттап, жарық жоқ жерге жарық берді. Алла разы болсын сізге.
әкім мырза дейді. Енді тілек Жаңаөзенде әкім болдыңыз, дұрыс. Бірқатар шаруалар атқарғанын халық біледі. Енді мына білім беру ұйымдарының материалдық техникалық базасын жақсарту бойынша да айтып өтсек, енді санаулы күндерден соң енді жаңа оқу маусымы басталады. Ол қалай болып жатыр? Жалпы енді біздің негізгі қаламыздың бюджетінің 45%-ын осы біздің білім беру ұйымдары құрайды. Себебі ол жердегі материалдық техникалық жағдайын жақсартуға байланысты, оларда жаңағы жөндеу жұмыстары, алдымызда оқу жылына дайындау, осы жұмыстар енді біраз қолға алынды. Биылдың өзінде бізде 3 мектеп күрделі жөндеу жасалды. Оның ішінде оқушылар орталығы дейтін күрделі жөндеуден толық өтті. Осы оқу жылына дейін 28-ші Шағын ауданында орналасқан 23-ші мектепті күрделі жөндеуден толық өткіземіз. Және 6-ші Шағын аудандағы мектепті қазір жартылай жөндеуден өткізіп жатырмыз. Бұның барлығы осы бюджеттен берілген қаражаттар. Тек қана материалдық техникалық жөндеу жұмыстарына биылдың өзінде 2 миллиардқа жуық қаражат қаралып отыр. Оның ішінде жаңа интерактивті доскамен қамтамасыз ету, кабинеттер алып беру, жеңіл жөндеу жұмыстары, мынау кітап құралдарменен қамтамасыз ету, ғаламтор, интернет, осының барлығы енді біздің бірінші жаңағы міндетіміз. Одан кейін енді ол жаңағы мұғалімдерімізді қайта дайындықтан өткізу, алдымыздағы мынау жаңағы 3 тоғырлы білімменен қамтамасыз ету. Яғни бұл сапалы білім алуға өзі септігін тигізеді. Сапалы білім алуға алдымызда оқу жылына дайындық барысында жасалынып жатқан жұмыстар. Түсінікті. Мұнда тағы бір сұрақ келіп отыр. Жетім бала ретінде үй кезегінде 2013 жылы тұрдым дейді, биыл 7 жыл болды дейді. Мектеп кезінде туыстарымның қолында өстім. Жоғары оқу орнының жатақханада тұрдым. Енді жасым 24-ке келді. Туған туыстың үйінде тұруға ыңғайсызданамын дейді. Барар баспанам жоқ дейді. Қаншама үйлер салынып жатыр, солардың бірі бұйырар мекен деген Ақтау қаласының тұрғыны Арайлым есімді қарындасымыз. Бұл енді азаматша бізге келіп тағы да жолықса болады. Кезегі қай жерде, қандай нешінші кезекте екен, сосын соны анықтап, алдағы мысалы бағдарламаларға қатысуға болады. Енді жалпы бізде мынау кезек қазір 8.000-дай адамның кезегі бар, тұрғын үй кезегі. Оның ішінде ата-анасының қамқорлығынан айырылған балдар, олар жеке кезекте тұрады. Олардың кезегі бізде қазір 500-дің үстінде. Сонда хабарласқанда қай бөлімге хабарласу керек? Тұрғын үй шаруашылық? Тұрғын үй жаңағы бөлімі бар. Соған келіп хабарласуға болады. Біздің мысалы айына 2 рет қабылдауымыз болады. Соған келіп бізге келіп жазылып. Жеке азаматтарды қабылдау күндері кестесі қалай өзі? Кестесі бізде газетке жарияланады. Менде мысалы 2 рет жаңағы қабылдау күндері өтеді. Әкімдікте қабылдау өтеді. Бізде Нұр Отан партиясының жаңағы бөлімінде қабылдау өтеді. Осы жерге келіп жазылып, толық мағлұмат алуға болады. Бізде бірнеше бағдарламалар бар. Бағдарламаларға қатысуға болады. Келіп бізге жолықса болады, айтамыз. Түсінікті. Тағы бір сұрақ, оқушылардың жазғы демалысын тиімді пайдалану үшін жалпы қандай жерлерге жіберілді, қай қалаларға барып демалды? Енді әртүрлі бұл жерде. Бізде мектеп жанында демалыс орындары, өзіміздің жағалаудағы жаңағы лагерлерде демалған балдарымыз бар. Сосын жаңағы алыс шетелдерге, жақын шетелдерге шығып демалған балдар бар. Оның ішінде бізде кейбір компаниялар көмектеседі. Мысалы, Енкок компаниясы биыл 50 баланы тегін демалдыруға мүмкіндік жасады. Сосын жаңа басқа да мұнай компанияларының несімен. Жалпы бізде негізінен бізде мысалы биылдың өзінде 29.000 бала осындай аула клубтарымен, мектептің жанындағы балабақшаларымен осындай барлық толық қамтылды деп айтуға негіз бар. Енді мына Ақтау қаласын көгалдандыру және тазалық жұмыстарын жүргізуге қанша адам тартылды? Жалпы енді бір үлкен мәселе, бізде қала жолдары дейтін мекеме бар. Осы қала жолдары қаланың тазалығы менен, қаланың көгалдандыруы, көгалдарды күтіп ұстауы менен айналысады. Тазалыққа жоба менен 500-550 адам қамтылған қалада тазалық менен. Ал көгалдандыруға осы жаз мезгілдерінде 200 адам тартылып отыр. Оның ішінде біздер жастарды да жазғы студент жастарымызды да пайдаландық, оқушыларымызды да пайдаландық биыл арнайы еңбекақы төлеп. Солардың барлығын қосқанда 1000-ға жуық адам осы тазалықпенен, көгалдандыруменен қамтылды. Жалпы енді тазалыққа біраз жаңағы күштер жұмылдырылды.
Оның ішінде жаңағы техникаларымыз бар біраз. Енді көгалдандыруда да біраз мәселелер бар. Енді бұны ашық айтып кетуіміз керек. Бұған қазір қайта оралымыз. Тағы бір көрерменіміз бар екен, желіде сұрағыңыз қоярыңыз, тікелей эфирдесіз. Кеш жарық сұрағыңыз қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Не бар енді, сұрақ қойғанда, мен Жетібайдан көшіп келгенмін Ақтауға. Балам Жетібайда садикке баратын еді ғой. Каникул кезінде көшіп келдім. Мен мұнда садикке берейін десем, одан кейінгі балдар бар, кезекте тұрған. Кезекте тұр. Ол мәқап тұрайық деп еді, Ералда учеттан шығарып алып қойсын дейді, пропискеге мұнда отырғызым. Қайта нөлден бастап тұратын дейді, кезекке. Енді балаларды балабақшаға орналастыру мәселесі. Балаларды балабақшаға орналастыру мәселесі азаматтың беріп отқан сұрағы түсінікті. Шынында да бізге келіп тіркелу керек, кезекке тұру керек. Енді балабақша қамту үшін бізде 3 пен 6 жастың арасындағы балаларды қамтамасыз етуге кезекке тұрса болады. Бізде енді біраз жекеменшік балабақшалар, мемлекеттік жекеменшік әріптестікте балабақшалар ашылып жатыр. Енді кезекке тұрса рет-ретімен өзінің балдарын балабақшамен қамтуға мүмкіндік бар. Мұнда тағы бір сұрақ келіп отыр. WhatsApp желісі арқылы саламатсыз ба дейді. Мен жер кезегінде 12 жыл болды тұрғаныма дейді. 3 балам шекара қызметінде әскер қатарында болды. Бізге қашан жер беріледі екен дейді. Кезекте 58-ші болып тұр едім дейді. Кейінгі айда кезек кері кетіп бара жатыр дейді. Бұл жөнінде жоғарыға арызданамыз да қалай болар екен дейді. Жалпы Ақтау қаласында жеке тұрғын үй құрылысын салу үшін жер қазір күні бүгін қарастырылмаған. Бұл бас жоспарда мысалы. Бұлай енді санын айтатын болсақ 70 мыңдай адам бізде кезекте тұр. Яғни өте күрделі мәселе. Бірақ енді соңғы елбасының тапсырмасына сәйкес үкіметпен қабылданған бағдарлама бар. Бұл нұрлы жер дейтін бағдарлама. Енді осы бағдарламаны біз қазір алғашқы жобаларын жасақтап бастап жатырмыз. Яғни болашақта біз мысалы тұрғын үй құрылысына жер бермесек те, мысалы соның орнына үй салып қамтамасыз ету жақтарын осы бағдарламаға сәйкес қараймыз. Бірақ бұған енді біраз уақыт керек, арнайы жобалар жасақталу керек, арнайы жер бөліну керек. Осының барлығын қазір облыстық деңгейде осы жұмыстарды біз қазір бастадық. Яғни біраз уақыттар керек болды. Енді мына жер мәселесінен сұрақ туындап отыр. Мына жер учаскелерін бір кездері кәсіпкерлер алып алып, бизнес дамытамын деп алып алып, бірақ пайдаланбаған деректер болды. Жалпы қазір қанша жер учаскелері кері мемлекетке қайтарылды? Енді біраз бұл жөнінде біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Арнайы тиісті тапсырма да бар. Облыс әкімдігінен тапсырма, үкіметтен тапсырмалар бар. Мына жерді тиімді пайдалану жөнінде. Біраз уақыттар бұрын жерді алып алған, күні бүгінге дейін оны игерілмеген, я болмаса белгілі бір мына жүйелерге қатысты мәселелер бар, осыған сәйкесті. Біз мына жерді қорғау жөнінде инспекция бар, бұл басқарма, солармен бірігіп отырып, жері бар адамдарға алдын ала ескерту беріп жатырмыз. Ескерту береміз, бір жылдың ішінде бұл жерді игеруіңіз керек, болмаса үкіметке кейін қайтаруыңыз керек. Бір жылдың ішінде кейін қайтармаса, қайтадан сотқа беріп, бұл жерлерді кейін қайтарып алып жатырмыз. Одан кейін мемлекеттік қажеттілікке қайтару дейтін бар. Бұл енді 3 айдың ішінде іске асады, оның да сотқа беріп жатқан жерлеріміз бар. Өткен жылдың ішінде біз біраз жерлерді кейін қайтардық. Оның ішінде мысалы 14-ші шағын ауданда бар, бұрын тұрғын үй саламыз деп үлкен котлован қазып тастаған. Соны біз қазір кейін қайтарып алып жаңағы абаттандырамыз деп жоспарлап отырмыз. 15-ші шағын ауданда мектептің жанында 1-2 гектардай жер бар. Бұны да қазір біз өзімізге қайтардық. Яғни 10-ның үстінде жерді біз өзімізге қайтарып отырмыз. Бұл жұмыс ары қарай рет-ретімен жалғасып жасалына береді. Заң негізінде. Түсінікті. Тағы бір сұрақ келіп тұр. Мына Ақтау қаласындағы 28 шағын аудандағы Аман супермаркетінің қасында құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Сол қашан аяқталар екен дейді. 28-ші А базарына қарама-қарсы орналасқан дейді. Жауаптарыңыз күтемін дейді. Ақтау қаласының тұрғыны Айгерім дейді. Бұл енді мен түсінсем, анау заветный мешітті 2 деген құрылыс болу керек. Бұл енді кезінде үлескерлердің қаражатына салынады деген бір жаңағы құрылысшылардың жаңағы бітпей қалған жұмыстары. Бұл бойынша біраз қызметтер атқарылды. Бұл 10 жылдың үстінде болған құрылыс. Біз енді бұның заветный мешітті 1 дейтінді салып бітіріп жатырмыз қазір.
себебі мына жердегі үлескерлерді соған аудардық барлығын. Қазір бұл жерде үлескерлер жоқ. Бірақ бұл жердегі жаңағы мынау жаңағы жеке кәсіпкерлердің астында пайдаланатын жаңағы нелер бар, коммерческий площадь дейміз, осылары бар. Солардың бір 23 адамның осы жерде өзінің үлесі бар. Бірақ үкіметтің қаулысына сәйкес бұл жерде біз тек қана үлескерлердің ғана мәселесін шешуіміз керек. Бұл жерде үлескерлердің толық мәселесі шешілді. Сондықтан ол құрылысты біз жаңағы үкімет меншігіне қайтарып алу бойынша қазір сотқа беріп жатырмыз. Бірінші сотқа берілді, екінші сотқа беріледі, сосын барып мына жоғарғы сотқа беріліп, осының мәселесін шешу жөнінде қалалық әкімдік жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Мына теңіз жағалауын абаттандыру жұмыстары туралы айтарыңыз бар ма? Енді жалпы біздің бір үлкен жаңағы байлығымыз десек болады, осы қаланың бір тартымдылығы десек болады, бұл біздің теңіз. Біз енді бірден бір қаламыз теңіз жағасында орналасқан. Сондықтан ол қаланың жағалауын абаттандыру жөнінде біраз жұмыстар қазір іске асып жатыр деп айта аламыз. Оның ішінде мысалы біздің қазіргі жағалауларды ары қарай жалғастыру, анау Самал тұрғын үй кешеніне қарай жалғастырып, ар жағын бітіріп шығу. Осы бойынша қазір жоба жасақталып жатыр. Облыс әкімінің тікелей тапсырмасына сәйкес бұның жобасына бірнеше өзгерістер енгізді қазір. Арнайы абаттандыру жұмыстарын жасақталды. Бұл жұмыстың қазір жобасы бітсе, біз құрылысын ары қарай жалғастырамыз. Яғни біздің мына солтүстік бағытымызға толығыменен бұл жұмыс аяқталады. Одан кейін бізде мынау қазір Дискай ойын сауық кешенінен Шағала демалыс аймағына дейінгі орталыққа қазір жоба жасақтап жатырмыз. Бұны да біз мына жағалауды жалғастыратын боламыз ары қарай. Одан кейін енді бізде жағалау мына Ақшұқыр бағытына қарай. Сосын бізде жылы жаңағы жағажай бар. Осы екеуін абаттандыру жөнінде біз мына егжей-тегжейлі жоспар жасақтадық қазір. Яғни біздің жағалауда не болу керек? Қандай жаңағы демалыс объектілері болу керек? Осының бәрі жасақталды. Бұл жұмыс бізде кезең-кезеңмен іске асады. Оларға инфрақұрылым жеткізу. Оған қазір міне соңғы сессияда облыстық мәслихатпен бізге қаражат бөлінді. Осы қаражатқа сәйкес жобалық сметалық құжаттарын жасақтаймыз. Яғни мына жағалауды дамытуға байланысты біраз үлкен кешенді жоспарлар, жобалар бар. Бұны біз жалғастыра беретін боламыз. Түсінікті. Енді қаламызда жалғыз парк бар, енді Ақбота деген. Қазір енді оған келушілер саны сиреп кеткен жоқ па? Себебі бір кездері заңсыз құрылыс жұмыстары жүргізілді деген қауесет болды. Сонымен қатар жалпы енді жабылып қалған кездері болды, жаңа күрделі жөндеу жүргізіледі. Қазір қалай жалпы? Енді жалпы бұл Ақбота паркіде мына 12-ші жылға дейін жекенің қолында болған, 12-ші жылы осы сот шешімдеріменен үкіметке қайтарылып алған парк қазір. Енді осы паркты біз қазір қайтана қалпына келтіру, халыққа бір ыңғайлы, тиімді демалуға мүмкіндік жасау бағытында біраз жұмыстар атқарылды. Өткен жылдың өзінде 170 миллион теңге көлемінде қаражат бөлініп, оның ішіндегі жаяу жүргінші жолдарын салу, жарықтандыру, сосын су тарту, мына көгалдарды суару үшін осы жұмыстар толығымен аяқталды. Сосын біз қазір жеке кәсіпкерлердің өздерінің қаражатына мына ойын алаңдарын қойып жатырмыз. Яғни оларға жер берілмейді, бірақ меморандумменен бірнеше жыл жаңағы тиісті өзінің қаражатына алып келіп, жаңағы мына ойын алаңдарын қояды. Ойын алаңдарыменен мына балдарға, жастарға жаңағы қыдыруға, демалуға мүмкіндіктер жасау бойынша. Енді қазір біраз оның ішінде жұмыстар жасалды деп айтуға болады. Қазір осы жақында да осы мына жаңағы ойын алаңдары келіп орнатылып жатыр қазір. Енді парктың былай көлемі өте үлкен болмағанменен қазір енді жастарға демалуға мүмкіндік бар бұл жерде. Түсінікті. Енді мұнда тағы сұрақ, 32, 33, 34 шағын аудандарда жаңадан салынып жатқан тұрғын үйлердің сапасы туралы білгіміз келеді дейді. Бұны алдын ала тексеретін мамандар бар ма? Жалпы комиссия қалай жұмыс жасайды дейді? Енді әрине бұл енді сапаға сәйкесті біраз мәселелер бар. Енді оны әрине қадағалайтын біріншіден тапсырыс беруші, екіншіден оны қадағалаушы бар, және алдындағы жасақталған жобаға сәйкесті бұл жұмыстар жүргізілу керек. Енді осы біз енді тапсырыс беруші егер біздің тарапымыздан салынатын құрылыс болса, біздер бірінші кезекте қадағалаймыз. Енді кейбір кетіп жатқан кемшіліктері бар, оны біз енді мойындаймыз, бірақ тиісті салған мердігердің өзінің жаңағы міндетіне алынған уақыт бар. Осы уақыттың ішінде
бұны қайтадан қалпына келтіру керек. Сол жаңағы яғни комиссия қабылдамауы мүмкін ғой. Иә, арнайы комиссияның енді бұрын 10-15 адаммен қабылданатын еді, қазір 4 адам ғана. Жұмыс беруші, жобалаушы, қадағалаушы және мердігер. Осы 4 адамменен қабылданады. Енді ұдайы бақылауда деп айтуға болады. Тағы бір сұрақ, 28 шағын ауданның тұрғынымын дейді. 28 10-шы үйден 28-ші шағын ауданның 25-ші үй артында жасалған жаяу жүргінші, яғни брусчатка дейді. Демалып отыратын орындықтар орнатса және жарық орнатса деген ұсынысым бар еді дейді қала тұрғыны. Жақсы ұсыныс орынды. Енді халыққа жаңағы жағдай жасау біздің міндетіміз. Бұны ескереміз, біздің алдымызда жоспарларымызға қосамыз. Тағы бір сұрақ, мен шығыс 3-те тұрам дейді. Үйге жаңбыр күні келу мүмкін емес дейді. Сондықтан Қазмұнайгаз АГЗ қарсы тұрған үйге кіру мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймын дейді. Иә, жаңағы алдында айтқан тұрғынның сұрағыменен бірдей. Бұл сұрақта шынында да жол мәселесі айтылып жатқан. Енді бұл рет-ретімен, кезең-кезеңіменен бұл жұмыстарды біз атқарамыз. Жоспар бар. Жобалық сметалық құжаттар жасақтап жатырмыз. Бірінші кезекте жаңағы жүйелерді жеткізіп алуымыз керек, содан кейін барып жол саламыз деп жоспарлап отырмыз. Түсінікті. Енді тағы бір өзекті мәселе, мына көп қабатты үйлердегі лифт мәселесі қалай шешіліп жатыр? Жалпы біздің қаламызда 940-тай көп қабатты үй бар. Оның ішінде 169-ы осы лифтіменен қамтамасыз етілген. Енді осыған 2012 жылдан бастап арнайы бағдарлама жасақталған. Осы кемінде бір лифті жұмыс жасау керек деген. Біз осы жылдың аяғында осы бағдарламаны аяқтап шығамыз. Арнайы қаражат бөлінді. Биылдың өзінде біз 33 лифті салып іске қосуымыз керек. Сонда біз қаламызда бірде-бір лифті жұмыс жасамайтын көп қабатты үй болмайды. Бұл жұмысты біз аяқтаймыз. Бірақ енді ары қарай екінші лифтіні қою жөнінде тағы да өзіміз бағдарламамызды жалғастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Мұнда тағы сұрақ келіп тұр. 14-ші шағын аудан 34-ші А үйінің алдына келу қиындық туғызып отыр дейді. Жеңіл машина дейді, жедел жәрдем немесе басқа көлікпен келе алу өте қиын болып тұр дейді. Сол жолдарды қалпына келтіруіңізді сұраймыз дейді. Кемінде 13 жыл бойы бұл жерлерді қалпына келтірілмеген дейді. 34-ші А. Егер жаңағындай мен енді өзім барып тиісті мамандармен қарайын, егер жаңағындай жөндеу жұмыстары болса, бұл жұмысты атқаруға мүмкіндік бар. Бізде қала жолдары жұмыс жасайды, соның несімен атқара аламыз. Енді бақылауға алсаңыз. Иә, бақылауға аламыз. Тағы сұрақ, мұнда Приморский елді мекеніне автобус мәселесін қарастырып берсеңіз, себебі көлікпен қатынау қиын болып тұр дейді, немесе такси шақырту қиын дейді. Приморский елді мекенінен ар жағында Өмірзақтан бері қарай 4-ші маршрут дейтін бар. Бізде негізінен қатынап тұрған болу керек. Қатынап тұр. Егер бір жаңағындай маршруттың уақытында қандай да бір не болып жатса, біз енді өзім бақылауға алайын. Қарайық, бұл жерде бізде маршрут болу керек, негізінде бар бұл жерде. Бақылауға аламын. Енді мына тұрғын үйлерді жаңғырту бойынша қандай жұмыстар? Енді білеміз, мына төменгі шағын аудандарда бір кездері жаңағыдай қирап тұрған үйлер болды ғой, апаттық жағдайда. Соларды сүріп тастап қайттан тұрғызған үйлер бар. Сонымен қатар күрделі жөндеу, ол қалай болып жатыр? Енді қанша үй қалды қазір? Бұл жерде де біздің енді арнайы әкімдікпен жасақталған бағдарлама бар. Жалпы бізде мына апаттық деп танылған 237 пәтер болатын, бұл 15 үй. Соның өткен жылы біз жаңағы 5 үйін іске қостық. Бұзып тастап қайтадан орнына жаңағы тұрғын үй салынды. Енді биыл тағы да 4 үйді бұзып іске қосамыз. Яғни биылда жаңағы 4 үй қамтылады. Яғни сонда келесі жылға бізде 6 үй қалады. Келесі жылға. Ол да бізде арнайы бағдарламамен жалғасып жатыр. Бұл мәселені біз толығыменен 19 жылдың 1-ші 90-ында толық шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Бағдарлама бар. Бағдарлама өзінің кезең-кезеңімен ретімен жүріп жатыр. Биылда мысалы 4 үй жаңа көшіріледі. Енді мұнда тағы сұрақ, Ақтау қаласы мен Атамекен ауылдық округының байланыстыратын тас жолды үлкейту жоспарында бар ма? Себебі жол тар дейді. Жиі жол апаты орын алады дейді. Бұл жоба бар бізде. Бұл жаңағы біздің қаладан шыға берістегі мына Ағотау мейрамханасынан басталады. Тона КГМЗ дейтін жаңағы баяғы ескі заводтың
жаңа қиылысына дейін баратын жол. Біз енді бұл жұмыс басталды. Негізінен тапсырыс бақылауда бар дейсіз ғой. Тапсырыс беруші біздің мына жол басқармасы. Енді қаражаты өте үлкен. Бұл бұрын 2 жолақты болса, енді 4 жолақты болып салынады. Бұл жұмыстар негізінен басталды. Біраз қаражатқа байланысты мәселелер бар. Ретмен шешіле береді. Тағы бір көрерменіміз бар екен. Кеш жарық тікелей эфирде, сұрағыңыз қоя беріңіз. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Қазір. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мен бір ұсынысым бар еді. Мен сұрағым емес, ұсыныс ол. Айта беріңіз. Жалпы Ақтау қаласында да осы жаңбыр жауған кезде білесіз ғой енді жолдың бойы теңіз болып кетеді, су толып кетеді. Сол енді сол бір прямой отток бар ғой, каналдар, сол прямой канализацияға ағылса жақсы болар еді деймін да. Дұрыс, енді ұсыныс өте орынды. Шынында да бұндай мәселе бар Ақтау қаласында. Енді бізде қазір жоба жасақталған, 57 миллион теңге көлемінде. Осы қазір мердігер анықталды. Қазір осы жоба іске асып жатыр. Қазір 27 шағын ауданда мердігер осы жұмысты атқарып жатыр. Біздің қала жолдары мекемесінің өзінің күшіменен де бұл жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді бізде біраз осындай су жиналатын жерлер бар. Оның барлығын осы жобаға сәйкесті ретке келтіреміз деп жоспарлап отырмыз. Енді бұлай бүкіл қаланың мынау жаңағы су ағатын желілерін салу үшін енді оған үлкен қаражат қажет. Бірақ жаңағы тиісті белгіленген орындарды ретке келтіруге мүмкіндігіміз бар. Жылдың соңына дейін бұл жұмыстар жасалынады. Тиісті қаражат бөлінді. Түсінікті. Мұнда бір сұрақ келіп тұр. 7-ші шағын аудан теңіз жағалауындағы кафелердің таңғы уақытқа дейін музыка қойып мазамыз алады дейді. Түнгі тыныштықты сақтамайды дейді. Осы мәселені бақылауға алсаңыз. Жақсы, бақылауға аламыз. Бұл мәселе енді түсінікті айтылып отырған мәселе. Оны бақылауға алатын боламыз. Енді мына қазір уақытта мына жол құрылысы, мына шағын аудан ішіндегі жолдар бар жаңағыдай, сол қалай болып жатыр? Жалпы енді қаладағы мына шағын аудандардың, жаңадан салынған шағын аудандардың ішін жолдарды байланыстыру бойынша біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Биылдың өзінде біз мына 27-ші жол дейміз, 33-ші шағын аудан мен 34-ші шағын ауданның арасындағы жолды салып іске қостық. Яғни Аққу 2, сосын жаңағы Маңғыстау арена дейтін үлкен спорт залдарымызға балдардың баруына, осы маршруттың жүруіне жағдай жасадық. Одан кейін бізде мына достық үйі дейтін құрылыс салынып қазір іске берілуге дайын. Содан ар жағында ана мен бала орталығының құрылысы салынып жатыр. Осы екі ортада да жолды салып іске қосуға қазір дайындап жатырмыз. Одан кейін мына 35-ші шағын ауданда жолдың құрылысын бастадық. Яғни бұл жерде де жаңадан 700 метр көлемінде жолдың құрылысы салынатын болады. Және мынау жаңағы бізде Приморский деп жатырмыз, елді мекен. Осының ішкі жолдарын салуға қаражат бөлінді биыл. Сосын Көктем дейтін бар бізде 24-ші шағын аудан. Ол жерде де бізде мына тұрғын үй массив. Осының ішінде де жолдарды салуға байланысты биыл қаражат бөлінді. Бұның ішінде де жолдар салып жатырмыз. Осы қаланың ішінде осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Бұл жұмыстар жалғаса беретін болады. Тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Кеш жарық тікелей эфирдесіз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Сұрағыңыз қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Уағалейкум. Саламатсыздар ма? Менің қоятын сұрағым мына қала әкімі тұрып мырзаға. Мен 29-ші ықшам ауданның тұрғыны едім. Қоятын сұрағым 29-ші ауданның 30-шы және 20-шы, 31-шы үйлердің аралығындағы ойын алаңы, оның орны бар да, өзі жоқ. 7-8 жыл болып, мынау 30-шы және 20-шы үйлердің арасындағы ойын алаңы су толып, қыста қардан қарайған апта су толып, мұз қатып, жазда жаңбыр су толып, сондай біздің бір қолайсыздау жағдайымыз бар, соған назар салса деген. Жақсы, енді сұрақ өте орынды. Бұл енді бақылауға алатын боламыз. Бізде жылма-жыл мына балалар ойнайтын алаңдар салынады. Жаңағы оны
тиісті бюджетте қаражаттар қаралады. Енді біз жаңағы айтып отқан біздің тұрғынымыздың сұрағымызды ескереміз. Алдағы уақытта қарайтын боламыз. Серікбай Өтегенұлы, мұнда сұрақ өте көп, бірақ енді эфирдің аяқталуына санаулы минут қалды. Қысқаша жауап берсеңіз, мұнда бір тұрғын жазып жатыр. 29-шы шағын аудан 24-ші дейді, тұрғын үй заветная мечта, бір тұрғын үй орта жолда тұрған үйдің фасадын қашан қайта сырлайды екен дейді. Үйдің ұсқыны жоқ дейді. Енді архитектураның өте орынды сұрақ, түсінікті. Енді шынында да бұл жерде мәселе бар. Біз енді қазір қаламыздың негізгі көшелерінің бойында тұрған үйлердің сыртқы келбетін жаңғырту, сырлау, жаңағы бір архитектуралық жаңағы келбет беру бойынша арнайы жобалық сметалық құжаттар жасақтадық қазір. Енді қаражат көлемі өте үлкен. Сондықтан бізде мына Энкок компаниясының қаржыландыруына ұсынып отырмыз, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес. Бұл енді тиісті қаражат бөлінсе, бұл жұмыстарды атқарамыз. Бұл енді орынды сұрақ. Тағы бір бұнда енді сұрағымыз ұсыныс шығар енді. Сәлеметсіз бе әкім мырза дейді, енді қаламызда балаларымызды қыдыртатын, демалдыратын ойын-сауық орындары өте аз. Жоқ деп те айтуға болады дейді. Жазды күндері тек теңіз жағалауы, сосын Ақтау, ТРК Ақтау және Ақбота паркі бар дейді. Басқа апаратын ойын-сауық орындары өте аз болып тұр. Болашақта балалардың демалатын жерлері көбірек болса екен деген ұсынысым бар дейді. Өте орынды сұрақ. Себебі қаламыздың халқы жылдан жылға өсіп келе жатыр. Сондықтан енді мынандай балалардың демалатын орындары көбірек болу керек. Бізде осы мына 29-шы шағын ауданы Аққала дейтін үлкен мына жаңағы сауда орны ашылады жақында. Оның ішінде де балдарға демалатын жақсы ойын алаңдары болады. Болашақта мына біздің мына ботаникалық бақ дейміз ғой. Осы жерден де үлкен жаңағы мына үлкен кешен салынады. Бұл жерде де сауда жаңағы сауықтыру кешені салынады. Осы жерде де мына балалар ойнайтын, балдарға жағдай жасайтын мүмкіндіктер болады. Енді парк шынында да қалада аз. Осы жақында облыс әкімі арнайы тапсырма берді. Осы парк салу жөнінде біздің бас жоспарға сәйкес орындар белгілеуді тапсырды. Болашақта бұл парктердің де осы құрылысы салынатын болады. Мұнда Асқар деген қала тұрғыны жазып жатыр екен, 22-ші шағын ауданның 4 үйінде газ жоқ дейді. Осы мәселені әкім бақылауға алса екен дейді. Бұл мәселе бізде бар. Бұл мәселе бұрын енді бұл тұрғын үйлер салынған жаңағы жатақхана ретінде салынған. Жатақханаларда көбіне бізде плиткаменен қамтамасыз етіледі. Әуелден жобада мына жаңағы газ жобаланбаған. Яғни газ бару үшін тиісті мына желдендіру, мына вентиляциялары болу керек, арнайы проект жасалыну керек. Біз енді осы ауданның мына депутатымен бірігіп, осы жұмысты бірігіп жасағымыз келіп, тиісті бір шаралар алып жатырмыз. Болашақта ескеретін боламыз бұл мәселені. Бірақ енді әуелде жобада қаралмай кеткен. Түсінікті. Тағы бір тұрғын жазады, ол да 22-ші шағын аудан тұрғын екен. Мына ішкі жолдарды жөндеу жұмыстарын қашан жүргізеді екен, себебі 22-ші шағын ауданның ішкі жұмыстар сын көтермейді дейді, енді жүру қиын дейді. Мәселе бар. Шынында да біздің шағын ауданның ішкі жолдарында біраз мәселелер бар. Біз жылда тек қана мына шұңқырларды жөндеу, жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Биыл да бұл жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді біз мына 22-ші шағын ауданның ішінде тиісті мамандармен қарап өтейік. Бір белгілі бір жаңағындай шұңқырларды бітеу, жеңіл жөндеу жұмыстарын атқаруға мүмкіндік болады деп мен есептеймін. Ал енді жалпы біздің мына шағын аудандардың ішін толық жаңғырту, жаңарту, қайта салу, кеңіту, жаңағы бұл жұмыста бізде бұлай жоспарда бар. Арнайы жоспар жасақтадық қала әкімдігіменен мәслихатпен келісіп отырып. Бұл да бізде мына Энкок компаниясының қаржыландыруына ұсынып отырмыз. Енді бұл өте үлкен күрделі жұмыс. Түгел асфальтты алып тастап қайта салуымыз керек. Қазір бізде көлік көп, көлік тұрақтары өте аз. Сондықтан ол жолдарды кеңітуіміз керек. Мына шағын ауданның ішіндегі жарық шамдарын ретке келтіруіміз керек. Балалар ойнайтын алаңдарды былай айтқанда комплексін жасауымыз керек бұл жұмыста. Енді жалпы атқарылатын кешенді жұмыстар жетеді. Бұған енді арнайы біз жоспар жасақтап қойдық. Қаржы болса бұл жұмыстарды рет-ретімен атқарамыз. Енді хабардың соңында көрермендерге жалпы қала тұрғындарына айтарыңыз бар ма? Енді жалпы мына қаланың дамуына, қаланың күннен күнге жаңағы көркеюіне біздің қала тұрғындарында өте үлкен үлесі бар. Мысалы абаттандыру жұмыстары, мына көгалды күтіп ұстауға ол тек қана қала әкімдігі менен қала жолдарының күшімен атқару мүмкін емес. Сондықтан осыған да
біздің қала тұрғындары, кәсіпкерлеріміз үлес қосса, біздің қаламыздың жаңағы абаттандыру, көгалдандыруы жылдан жылға жақсы болар еді деген менде ұсыныс бар. Осыған бірлесе бірге атсалысайық дегім келеді. Түсінікті. Серікбай Өтелгенұлы, уақыт тауып осы хабарымызға қатысып, мына көрермендердің мазалаған сауалдарына нақты тұшымды жауап бергеніңіз үшін рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Енді сұрақ өте көп, WhatsApp желісі арқылы әсіресе көптеген сұрақтар келді. Енді олардың барлығын сіздің көмекшілеріңізге, жалпы жауапты орынбасарларыңызға жолдаймыз. Енді барлығына тұшымды жауап береді деп үміттенеміз. Енді жұмысың жемісті болсын. Алдағы уақытта хабарымызда тағы бір қонақ боласыз деп үміттенеміз. Рахмет. Сәттілік сізге. Құрметті телекөрермендер, осымен сұхбат тайм хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.